Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Ерсінго YouTube арнасы. Бүгін біз адамның психикасына тиетін өте біртүрлі топ 3 ойынды көрсететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бәкіруіміз. Бұл ойынның ешқандай мақсаты жоқ. Бұл ойында тек қана сіз бұл құпиядан шығуыңыз тиіс. Бұл лабиринтке ұқсап жасалынған ойын, және де сізге сағат беріледі. Бұл ойында бірақ та сіз жалғыз емессіз. Бұл ойды ойнаймын деп кей адамдар психикасына әсер етіп құртып алған. Бұл ой 2021-22 жылдары хит болған, бірақ қазіргі кезде хиті түсіп қалған. Бірақ та бұл ойында әлде ойнайтын адамдар табылады. Гренни. Бұл ойынның сюжеті мынадай. Сіз орманда кетіп бара жатқан кезде бұл зомби әже сізді талдырып өзінің үйіне әкеледі, және де сізге 5 күн беріледі. Осы 5 күннің ішінде сіз бұл зомби әженің үйінен құтылу керек. Құтылудың 3 жолы бар. Біріншісі көлік арқылы, екіншісі есік арқылы, ал үшіншісі жертөле арқылы. Бірақ та бұл заттарды табу өте қиын. Бірдің артынан бірі қиындай береді. Күндер өткен сайын сіз әлсірейсіз. Сіздің аяғыңыз сынады, және де басыңыз айналады, және бетіңіз қан-қан болып тұрады. Бұл ойындан қашу өте оңай болып көрінгенмен, бұл ойында ойнаған адамдардың айтуы бойынша бұл кішкене қиынырақ ойын деп айтады. Және де бұл ойын адамдардың психикасына әсер еткен ойын. Бұл ойын 2018 жылы өте хит болған еді, бірақ та қазір де ойнайтын адамдар бар. Және де бұл ойынның 6 бөлімі бар, және де ремейк түрі де бар. Мистер Бикс. Біз айтқан ойындардың ішіндегі ең қиыны, қорқыныштысы айтуға болады. Бұл ойында 7 левел бар, және де әр левелден өткен сайын ойын қиындай бастайды. Және де сіз 5-ші левелге келген кезде ойын өте қиынырақ болады. Бұл ойында сіз қарапайым аспазшы ойны деп ойлайсыз. Және де экранға сөздер шығарады. Және де сол сөздерді сіз пернетақта арқылы жазуыңыз керек. Бұл ойын көптеген адамның психикасына ауыр тигізген, сондықтан бұл ойынды PlayStation алып тастаған. Және де бұл ойында 5-ші бөлімге жеткен кезде сізді ойыннан шығарып жібереді. Және де компьютеріңізді істен шығарады. Содан кейін адамдар 2-ші компьютер алып ойынды ойнайды, және де 5-ші сатыны әрі қарай жалғастырған кезде сізге қорқынышты осындай видео көрсетеді. 7-ші сатыға келген кезде сізге тамаққа қоспа ретінде бала деген сөзді қоса айтады, және де сіз баладан тамақ жасайсыз. Бұл ойынның негізгі адамы осы адамға қаратылып жасалған. Бұл адам шын өмірде өмір сүрген адам, және де бұл өте қорқынышты, қауіпті аспазшы болған.